Құстұмсық жүзік туралы. Құстұмсық жүзікті қызы ұзатылғанда әкесі ырымдап соққызады. Күмістен қалың және мықты етіп жасалады. Құстың тұмсығына ұқсаған оюлармен әшекейленеді. Әкесі қызы ұзатылып кетерінде қызның оң қолының 4-ші саусағына салады. Жүзіктің мағынасы барған жерінде сыйлы болсын. Енесіне сүйкімді, күйеуіне сүйікті, әулетіне сыйлы келін болсын деп ырымдап, ал жүзіктің үшкір жағы құс тұмсығы қызымды тіл көзден, жаманнан сақтасын дегені. Жылдар өткенде келін ата енесімен, жұбайымен тату тәтті тұрса, жүзікті аманат етіп жолаушыға береді. Қайтарылған жүзік жақсы хабар болып есептеледі. Әкесі қызының бақытты екеніне қуанып, той жасап ас береді. Аманатта келген қонағына шапан кигізіп, ат мінгізіп, қонақ етіп күтеді. Құстұмсық жүзікті ырымдап, әкесі оны сіңлісіне дайындап, сандықтың түбіне ырымдап тығып қояды. Құстұмсық жүзікті ер балаларға да ырымдап таққан. Ер қолындағы құстұмсық ол еркіндіктің, тәуелсіздіктің белгісі және қауіп қатерден сақтап, жаудың сағын сындырсын деген мағынада. Қазақтың хандарының бәрі қолдарына құстұмсық жүзік мөр ретінде таққан. Жүзіктерінде аттар жазылған. Мысалы, суреттегідей Абылай Батыр Сұлтан Уәлиұлы жүзігінде араб әрпімен жазылған. Міне, жүзіктің сыры осындай. Әшекей бұйымдардың тылсым құпия сырлары кітабінен үзінді. Авторы Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы. Білгенге маржан.